Аға, мына сіз спортты жақсы көресіз ғой. Ертең елдің бәрі көз тігіп отыр, анау кімменен Иен Герри мен Шапқат Рахмонов жекпе-жекке шығады деп. Көремін. Көреміз, обязательно көремін. Соған үлкен талас болып жатыр. Кім жеңеді? Біреулер Шапқат жеңеді дейді, біреулер айтады Шапқат тым ашық жүреді. Анау жеңіп кетуі мүмкін дейді. Жоқ, Шапқат жеңеді. Мүмкін емес. Қазақтың несін намысын ұстап отыр бәрінде. Бәрі соған сенеміз. Құдайға шүкір енді. Жекпе-жекке қазақтар жерінде де үлкенді көрсетті болды. Біздің әншілеріміз сияқты. Қазір мына әлемде сол қазақ спортсмендердің ішінде екі жігіт бар. Жәнібек Әлімханұлы мен Шапқат Рахмонов. Қай жерде барса да қазақша сөйлейді, өз тілінде. Сосын Шапқаттың айтқаны бар, мен басқа тілді білмегеніме ұялмаймын, намыстанбаймын. Мен өз ана тілімді білсем болды, маған сол жарайды дейтін. Сол дұрыс, нағыз қазақтың сөзі. Қазақша үйренсін, қазақ тілін қазір жерінде ұмтылыс үлкен, қазір ғарыш тілін білейін деген адамдар өте көп. Жерде 2000-дай тіл бар, бірақ жалғыз қазақ тіліне сондай құрмет көрсеткені, ол ғарыш тілінің болғаны. Оны бәрі де біледі, өзіміз білмейміз. Шетелдегі, дүниедегі адамдар Ақсарбас туралы, цивилизация туралы, жердің өзгерісін туралы интернетте қараймын, сезіп отырмын, ақылды адамдар бар. Мен кітаптың оқыған, оның бәрінде соған сол жолмен бара жатқан адамдар. Сонда қазақша ойлап, қазақша сөйлейтін сол ғарыштың ырғағымен өмір сүретін адамдарға ерекше күш бітеді ғой, иә? Иә. Сезім ашылады. Білімі кеңейеді. Одан кейін оның өмірі өзгеріледі. Ал өмірі кейін адам сөзсіз сенеді. Әрбір ненің шайқасының алдында Шапқат түлкі тырнақ киіп шығады қазақтың. Головкин қазақтың шапанын киіп шығып жүрді ғой. Кім? Шапқат түлкі тырнақ киіп шығады. Иә, соның бренді болды. Түлкі тырнақ кигенде бәрі зал шулап, әртең көтеріліп, оны қабылдап, сөйтіп жақсы көретін болды. Бәрі қазаққа жақтайды, қазақтан. Оның несі, қарсыласы енді қатыгез адам. Бірақ біздің жігіттің артында қазақтың елі тұр. Деген ол жеңілу мүмкін емес. Ол жеңілсе қазақтың елі жеңілген деген. Солай. Спорттың сондай несі, қасиеті. Сөйтеміз, сүйе жүрет, мен онда бүгін қазір. Жақсы аға. Ал, қуанып қалсын. Сіздің қолдайтыныңызды естіп.